Таңғы асқа не әзірлеймін десеңіз, жеңіл әрі жылдам дайындалатын осындай сырники дайындап көріңіздер. Творогтан жасалынады, өте оңай. Ең алдымен бізге творог қажет болады. Мен Эмильдікін, яғни 5%-ық творогын қолдандым. Одан әдем болып шығады. Осындай блендердің көмегімен майдалап аламыз. Әдемлеп майдалап алғаннан кейін ыдысымызға салып, үстіне 2 ас қасық қантымызды салып, және бізге 1 жұмыртқа керек болады. 1 жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын 1 келкі болғанға дейін әдемлеп қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Араластырып алып болғаннан кейін 2 ас қасық ұн салатын боламыз. Осылай барлығы 1 келкі болып араласқаннан кейін тақтайымыздың үстіне ұн сеуеміз. Мен мына жерде көбірек сеуіп қойыппын. Сіздер аз сеуіңіздер. Осылай дөңгелетіп пішінін келтіретін боламыз. Әдемлеп, домалақ етіп. Мінекей, қалыңдығы осындай болады. Мен қатты қалың ұнатпаймын. Сіздер қалыңдау етіп істесеңіздер болады. Осылай барлығын осындай пішінін келтіріп шығатын боламыз. Барлығын осылай істеп алғаннан кейін табамызды қыздырып, ішіне сары май саламыз. Табамыз орташа отта тұрсын, қатты отта болмайды. Бұл баяу отта асықпай піседі, сонда іші толықтай пісетін болады. Бетін жаудың қажеті жоқ. Осылай әдем болып қызарып сарғайған кезде екінші бетіне ауыстырамыз. Әдемлеп осылай 2 жағын барлығын пісіріп аламыз. Әрбір осылай пісіріп алғаннан кейін, көріп тұрғандай видеодағыдай міне бірінші сырникті пісіріп алғаннан кейін екіншісіне де сары май жақтым. Менде сары май 72-де 5-тік сары май. Осылай әр салғанда ыдысымызға осылай сары май салып отырамыз. Баяу отта пісіреміз. Сонда 2 жағы да іші де әдемі піседі. Тарелкаға салатын кезде тарелканың астына міндетті түрде салфетка төсейтін боламыз. Өйткені себебі бұл майға піскеннен кейін салфетка майды өзіне сіңіріп алатын болады. Мінекей барлығын пісіріп болдық. Ұсынатын кезде неше түрлі жидекпен, жеміспен ұсынсаңыздар болады. Мен смородина вареньесімен ұсындым. Өте дәмді, әрі пайдалы, әрі тез дайындалады. Видеом ұнаса каналыма өтіп тіркеліп, комментария қалдырып, лайк басыңыз.